Сосын мынандай нәрсе бар, оны барлығымыз білеміз. Лайфхак деуге келе ма, білмеймін, бірақ егер сіз дайын үй, квартира, строительный компаниядан дайын үй алатын болсаңыз, оның бағасын сіз қымбатқа аласыз. Квадрат метрінің бағасы қымбат болады, общая стоимость тоже қымбатқа шығады. Ал егер сіз сол үйді котлованнан алатын болсаңыз, сіз 50 мың, 80 мың, даже әрбір квадрат метріне разница болады, общая стоимость тоже арзанға шығады. Ол кезде сіз строительный компаниямен договорға отырасыз. Кейбір компаниялар негізі 20%-тен басталады. Үйдің общая стоимость квартираның 20% кейбір строительный компаниялар 30% болады. И сіз договорға отырасыз. Сосын үй дайын болып, техпаспорт дайын болған кезде, либо сіз отбасы банкі арқылы ипотекаға оформить етесіз, или рассрочка аласыз. Егер отбасы банктың программаларына сәйкес келмесеңіз, екінші деңгейлі халық, банк, центр кредит, Freedom Finance, Forte банк деген сияқты банктер арқылы ипотека оформить ете аласыз. Енді бір минусы бұл котлованнан үйге дольщик болу, ол деген риске. Үй салынып бітте ма, строительный компания банкрот болып кете ма деген уайым болады. Ал плюсы, сіз ол үйді арзанға аласыз. Сосын сіз сұрайсыз, мысалы сізге екі банктен де ипотека шықпай қалуы мүмкін, отбасы банктен де рассрочкаға да жағдайың жетпеуі мүмкін, или екінші деңгейлі банктерден де, мысалы айлығыңыз аз болса, сізге ипотека шықпай қалуы мүмкін. Ол жағдайда сіз не істейсіз? Ол квартираны переуступкамен сатасыз. Строительный компанияға либо 200 мың, 300 мың теңге төлейсіз өзінің ортадағы за услуга, и договорды строительный компания сізден сатып алайын деп тұрған адамға оформить етеді. Бірақ сіз ол жерге дольщик болып квартираны алайын деп договорға отырып жатқан кезде сұрайсыз, маған ипотека шықпай қалса переуступкамен сата аламын ба деп. Сол кезде ол кісілер айтады, иә, біздің компанияда сата аласыз, кейбір компанияларда сата алмайсыз. Және оның тағы бір есте сақтайтын нәрсе, ол үйдің техпаспорты шығамын дегенше сіз ол квартираны сатып жіберу керексіз. Техпаспорты шығып қойғаннан кейін оны переуступкамен сата алмайсыз. Мысалы, Қазақстройда мынандай нәрсе бар. Сіз котлованнан үйге ақша құйдыңыз, дольщик болдыңыз. Екі жағдайда, мысалы, декретке шығып кетеді деген сияқты әйел азаматтар, или данный момент жұмыстан шығып қаласыз деген сияқты. Сондай уақытта сізге отбасы банктен де, екінші деңгейлі банктерден де ипотека шықпай қалса, Қазақстройдың 2026-да или 2027-де бітетін объектісіне сіз ақшаңызды салып жібере аласыз. Сіз договорға отырған объектіге сізге ипотека шықпады, сол үйді ала алмасаңыз, сіз басқа объектіге ақшаңызды аудара аласыз Қазақстройдан. Сөйтіп ақшаңыз ортада күймейді. Ал егер ақшаңыз шешіп алатын болсаңыз, строительный компания 1 миллион алып қалады. Сөйтіп қалған ақшаңыз қайтып береді.